Сәлем, біз бүгін пончики дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға молоко, 2 жұмыртқа, ерітілген 50 грамм сары майымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай үшеуі бір қалыпқа келгенше араластырып аламыз. Енді електегі ұнымызға разрыхлителдің 4-тен 3-ні салып, араластырып, осылай қосып, қамыр жасайтын боламыз. Мен ұнға кішкене қасықтың ұшында дрожжа қостым. Ол кішкене көтеріліп, ісіп шығуына жақсы көмектеседі. Енді осылай жақсылап қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Осылай дайын болған қамырымызға, қамырымыздың бетіні пищевой пленкаменен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Бөлме температурасында болуы қажет. Міне дайын болған қамырымызды алып, үстіне кішкене ұн қосып, жайып алатын боламыз. Ұн жабыспауы үшін. Міне осылай жақсылап жайып аламыз. Негізі қамырымыз қатты жұқа да емес, қалың да емес болу қажет. Менде қазір видеода қамырдың қалыңдығы, жұқалығы көрсетілген. Міне мен осылай етіп жайдым. Енді осы дайын болған қамырымызды бокалменен осылай дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Міне мен барлығын кесіп болдым. Енді қамырдың шетіндегілерін осылай алып, бір-бірімен біріктіріп, пищевой пленкаға салып, 5-10 минутқа тындырып қойып, қайтадан осылай жайып жасауға болады. Мен дайын болған қамырларымыздың астына сүлгі төсеп, міне осылай сүлгіні төстеп, үстіне қамырларымызды осылай реттеп қойып алдым. Міне енді бетіні жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. 10 минут тұрды. Енді осы дайын болған қамырымызға осылай дөңгелек затпенен ортасына осылай дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Осылай дөңгелек болғаны дұрыс. Міне мен барлығына осылай дөңгелек етіп кесіп алдым. Менде қазір майымыз қызып тұр. Осылай қызыған майға пончиктерімізді салып, пісіріп алатын боламыз. Пончиктеріміз осылай майға батып тұру қажет. Осылай екі жағын да аударып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Міне осылай екі жағын да жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Мен осылай салфетка төсеп қойған. Өйткені пончиктер майда қуырылатын болғандықтан, кішкене майына өзіне сіңіріп алады салфетка. Сондықтан осылай салфетка төсеп қойған. Қатты майлы болмайды сонда пончиктеріңіз. Міне осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, екі жағын да қызартып, жақсылап қуырып алдым. Енді осы менің пончиктарым дайын болды. Енді осы дайын болған пончиктарыңызды өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Мен шоколадқа батырып алдым. Міне арасы осылай әдемі болып пісіп шығады.